Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Талдықорған қаласы нөмірі 4 орта мектеп көшбасшы желілі қауымдастық жоспары бойынша білім сапасын арттыруда мұғалімдер мен оқушылардың бірлескен жұмысын белсенді әдістер арқылы ұйымдастыру тақырыбында қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдері, білікті мамандар Әбішева Орынбала Болатовна, Бесенбинова Сәуле Төлендиновна, Жұмадилова Жанна Дәнешқызы қашықтықтан оқыту барысында іс тәжірибесінде жүзеге асырып жүрген әдіс тәсілдермен бөлісіп, Zoom платформасында облыс көлемінде шебер сынып өткізді. Бірлестік жетекшісі Орынбала Болатовна, ынтымақтастық пен бірлескен оқу дегеніміз не? Бірлескен оқудың мәні, топтық жұмыс жүргізуде жүзеге асатын мақсаттар туралы теория жүзінде таныстырып өтсе, білікті маман, өз ісінің майталманы Бесенбинова Сәуле Төлендиновна іс тәжірибесінде WhatsApp мессенджері, iRecorder қолданбасы арқылы белсенді оқуды тиімді ұйымдастыру жайлы сиқырлы гүлдер арқылы WhatsApp желісінде сыныпты 4 топқа біріктіргені жайлы толықтай көрсетіп түсіндіріп берді. Жұмадилова Жанна Дәнешқызы болса, Google формасы арқылы жекелей ғана емес, топпен бірігіп, қалай тест құрауға болатыны жайлы нақты түсіндіріп, жасалу жолдарын көрсетті. Іс тәжірибемен бөлісу өз мақсатына жетті деп ойлаймыз. Тыңдап, көріп, тамашалағандарыңызға рахмет.